Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қазіргі кезде сұранысқа ие пирогтардың бірі балқаймақ пирогының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамаңыз. Егер жаңа көрермен болсаңыз, тіркелуді жанындағы қоңырауша белгісін басып кетіңіз. Құрақ таза ыдысқа 200 грамм ұнды електен өткізіп алып саласыздар. 100 грамм қант ұнтағын салып, 1 шай қасық қамыр қосытқышты қосасыздар. Осы құрғақ ингредиенттердің үстіне 100 грамм сары майды саламыз. Мендегі сары майдың пайызы жоғары. Енді осы сары майды қолмен үгітсеңіздер болады, немесе мен секілді барлығын үткіш арқылы өткізіп аласыздар. Сізде осындай үгілмелі түйіршіктер пайда болады. Енді осының үстіне 2 жұмыртқаның сары уызын, яғни жылтоғын салып, үгілмелі тесто илейміз. Ешқандай сүт, су қоспайсыздар. Осы 2 жұмыртқаның сары уызымен керемет пирог дайын болады. Тестамыз жұмсақ болады. Осы тестамен неше түрлі пирог дайындасаңыздар болады. Менің арнамда өзге де пирогтардың рецептісін көру үшін жоғарыдағы сілтеме арқылы өтіңіз. Енді осы тестамызды міндетті түрде 40-30 минутқа мұздатқышқа салып аламыз. Целлофан мешокқа салып, тестаны мұздатқышқа жібереміз. Сол аралықта біз бал қаймақ дайындайтын боламыз. Таза ыдысқа 33% кілегейді салып, оттың астын баяу қойып, үздіксіз араластырамыз. Мендегі кілегей 33%-дан жоғары және 350 грамм кілегей пайдаландым. Үздіксіз араластырып тұрамыз. Кілегей қызғаннан кейін 100 грамм қантты 2-ге бөліп қосып, бал қаймақты шамамен 30 минуттай қайнатамыз. Басында осылай 2 есе үлкейіп тасып кетуі мүмкін. Сондықтан оттың қасынан алыстамай үздіксіз араластырып тұрыңыздар. 30 минут өткеннен кейін бал қаймақ сарғыш түске еніп, қоюланып, қоюлығы сгущенка сияқты болады. Сол кезде дайын болды деген сөз. Балқаймақтың астын сөндіріп, толықтай суытып, таза құрғақ ыдысқа ауыстырамыз. Үстіне 100 грамм грек жаңғағын қосып, жақсылап араластырамыз. Грек жаңғағын алдымен жуып, тазалап, құрғатып, кептіріп алдым. Біздің салмамыз дайын. Енді мұздатқыштан тестаны шығарып, осындай формочкеге барлығын орналастырып шығамыз. Мен қолыммен тестаны жайып шықтым. Енді салмасын саламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пирогты пісіріп аламыз. Пирогты толықтай суытып алып, үстіне Қазақстан шоколадын кондитерлік мешокқа салып, ыстық суда жібітіп алып, осылай жағып шықсаңыздар болады. Олай міндетті емес. Осы пирогты бір түнге тоңазытқышқа қойып алған жөн. Сол кезде пирог сіңімді болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Керемет дәмді, сөзсіз сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер де рецепт ұнаса лүпіл басып, жылы пікір қалдыра кетіңіздер. Рецептпен құрбыларыңызбен, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сіздерге ас болсын.